Сәлеметсіңдер ме балалар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыз өткен сабақтағы әсемдікке талпыныс деп аталған тақырыптың жалғасы болып табылады. Бұл сабақта әсемдікті адам көңілінің қатпары мен сезімдерінен қалай тануға болатыны туралы білім аламыз. Орыс жазушысы, драматург Антон Павлович Чеховтың адам бойындағының бәрі де, жүзі де, киген киімі де, жаны да, ойлары да әсем болуы керек деген нақыл сөзі бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі болып табылады. Дәйек сөздің мағынасын тереңінен түсіну үшін жан сұлулығын қалай байытуға болатыны туралы мен бүгін сіздерге мұғалім сыйын ала келдім. Экранға назар салайық. Жақсылықты асыруды үйрендім, жамандықты жасыруды үйрендім. Жауласқанға ат құйрығын кесісіп, жақсыларға қосылуды үйрендім. Анда-санда ашығуды үйрендім. Ашудан соң басылуды үйрендім. Қабағымнан қар жаудырып ілезде, күндей болып ашылуды үйрендім. Жылағанды, жұбатқанды үйрендім. Орнымда тұрақтауды үйрендім. Дүниенің шешпесем де жұмбағын, жауабы бар сұрақтарды үйрендім. Бақта гүлді өсіруді үйрендім. Отты отпен өшіруді үйрендім. Қарсы шыққан досым түгіл дұшпанды, бірақ сәтте кешіруді үйрендім. Алғанымды қайтаруды үйрендім. Арызымды айта алуды үйрендім. Дүниені шыр айналып ойыммен өлеңге кеп жай табуды үйрендім. Жақсыларды сағынуды үйрендім. Тағдырыма бағынуды үйрендім. Жақын түгіл алысыма іс түссе, жаным жасып қамығуды үйрендім. Кей сәттерде үндемеуді үйрендім. Кім болсаң да күндемеуді үйрендім. Азды көпті адамдарды таныдым, біліп тұрып кім демеуді үйрендім. Кейбір кезде құбылуды үйрендім. Көпшілікпен жұмылуды үйрендім. Кер тартпаның кердеңіне келіспей, кері қарай бұрылуды үйрендім. Бүгінгі сабағымызда халқымыздың ержүрек батыры Бауыржан Момышұлы туралы жазушы, Бауыржан танушы Мамытбек Қалдыбайдың «Ақыл мен сезім» атты әңгімесімен танысамыз. Бауыржан атамыздың батыр тұлғасынан ішкі рухы, ақыл мен сезімді қалай ұстағаны туралы асыларына және Хабар телеарнасы түсірген деректі фильмнен үзіндіні назарларыңа ұсынамын. Баукеңнің қай суретіне қарасаң да, оның жанарының оттай өткір, үлкен екендігін байқайсың. Бет-әлпеті сұсты, маңдайы кең, шашы тікірейген, қайратты. Суретіне қарасаң, қос иығын қомдап, ұшуға дайын отырған қыран бүркітті көз алдыңа елестетеді. Көңілінде не бар, соны айтады. Және жасанды емес, орнымен айтады тағы. Өте ойшыл кісі ғой енді бұл кісі, ойшыл. Енді Баукең менің ойымша өзін барлық уақытта еркін сезінген адам, тәуелсіз адам, ешкімге. Байлыққа да бас имеген, атаққа да, мансапқа да бас имеген. Кәдімгі өзімен қатар адам секілді сөйлеседі. Одан соң ешкім намысына тимейді, арына тимейді. Ол өзінің өмір жолынан, соны соқпағынан өзіне ғана тән ұлылықпен жүріп өтті. Осы жолында ұлт мүддесін, ел намысын қорғаумен болды. Ол
еліне ес, сыртқы күштерге сес болған батыры. Жалғыз ғана батырлық емес, бұл кісі бар ғой философ. Бұл кісі қазақтың дәстүрлерін білген кезде майын шағып тұрып айтып берілетін адам. Алла тағала өзі бар ғой, бір адамды талантты қылып жаратса, жан-жақты қылып жарататын секілді. Осы атаға да барлық нәрсені шектен түсіп, үйіп төгіп берген секілді. Мінезді де, ерлікті де, басқанында дегендей. Қарап тұрсаң, бір басының өзінде қаншама жаңағы өнер бар еді. Ата сурет салатын. Өзінің 3-4 түрлі автопортреті бар. Айнаға қарап отырып салған. Әрбір дәптерінің бетінде, мысалы, салған суреттері бар. Мінезі, содан кейін ең бастысы намыс қой. Адамды алға сүйрейтін де, көп нәрсеге жетелейтін де намыс. Әрине, намыс дегенде ол бір ауыл үйдің көже намысы емес. Бұл адамдық, ұлттық намыс. Мінекей ата сол үшін халықтың есінде қалып отыр. Атаның университетінен өттім. Ой-бой, ата деген шежірейді ғой. Менің бір таңғалатыным өмірінің көбі сыртта, әскери қызметте, анау қан төгіс соғыста жүріп, бірақ ұлттық құндылықтарды, ұлттық қасиеттерді соншама жетік біліп, соның егжей-тегжейіне дейін ана тамырынан тартып түсіндіріп, солай. Маған ешқашан соғыс жайлы әңгіме айтқан емес. Ешқашан. Есесіне ұлттық үлгі-өнеге туралы, ұлттық құндылықтар туралы айта беретін. Кей кездерде таң аппақ атып, сағат 4-5 болып кететін. Мен тыңдап отыра беретін. Сөз тапқыш, қашанда ұтымды ойын жұп-жұмыр етіп, тыңдарман санасына шегедей қағып беретін. Ол оратор. Елді елтіп, жастарды жігерлендірер құдіреті бар. Оны соғыстан кейін кездесулерге көп шақырды. Тартынбайтын, білгенін көргенін, түйгенін ұрпаққа жеткізуді міндет санайтын. Сөйлеп отырып, бейтіп, қағазды бүктейді дағы, кішкентай қайшыменен сөйлеп отырып, сенің бетіңе қарап отырып, бейтіп, бұлай қият, ашып кеп қалған кезде енді ғажап өрнекті жаңағы ойы шыға келеді. Бір қыры қатал, бір беткей, принципшіл. Екінші қыры нәзік, қиялшыл, сезімтал. Үйде настроениен кісі, көңілі өсе көлдей, көңілі келмесе шөлдей. Атаның алдында кей кездерде болады, жарылып кетуге шақ қаласың. Сондай, есікті тарс еткізіп жауып, тұра кеп жүгіргім келеді далаға, бірақ Құдай қуат берген шығар, сон үндемей құтылам, үндемей қоям. Біраздан кейін ата өзі арыны қайтып, сабасына түскен кезде келеді. Балашка дейді. Енді ол маған бір орденмен бірдей сөз ол. Балашка, жаңа артықтау кетіппін, ренжіме, кешір дейді. Бұл деген ұлылық қой. Бала екеш баладан, келін екеш келіннен өзінің қателігін мойындап кешірім сұрау. Кез келгеннің қолынан келмейді бұл. Мына көкірек деген бәле бар ғой, жібер, ата ондай емес болатын. Міне бұл да атаның батырлығы, ұлылығы деп ойлаймын. Осы ақпарат төңірегінде ойланып, пікірлесейік. Сұхбаттасушының сезім мен ақылыңды қатар ұстай білу үлкен тәртіптілік, адамгершілік, ұлылық, жақсылық деген пікірін қалай түсінесіңдер? Мінез құлықтың ақылға, сезімге қатысы, ықпалы қандай деп ойлайсыңдар? Өздеріңнің сезімдеріңе ерік беретін кездерің болды ма? Оның себебі неде болу мүмкін? Өз мінездеріңді өзгертуге қандай талпыныстар жасар едіңдер? Бүгінгі тақырып бойынша алған білімдеріңді бекітіп, жүректе қалу үшін шығармашылық тапсырмаларды орындауға шақырамын. Бірінші тапсырма. Оқулықта берілген 38-ші беттегі сөздіктің шешімін тауып, Әл-Фарабидің қанатты сөзін оқыңдар. Бірінші сөз. Жақсы сөзінің антонимі. Екінші сөз. Адам даралығының белгісі. Қос сөз. Үшінші сөз. Сын есім. Төртінші сөз. Ауру сөзімен мағыналас сөз. Екінші тапсырма. Оқулықта берілген ақыл мен сезім атты мәтіндегі Бауыржан Момышұлының сезім мен ақыл тек адамда ғана емес, табиғатта да бар. Ол да
кейде күліп, кейде күрсінеді деген ойын таратып жазыңдар. Құрметті оқушылар, жобалық жасаған жұмыстарны жинастырып, бір мәліметке біріктіріңдер. Табиғат баға жетпес сый тақырыбында жасаған жоба жұмыстарында біріктіріп, сандық форматта жинақтаңдар. Презентация жасап, отбастарыңа көрсетіңдер. Ұлы Абай айтқандай, адамның тән сұлулығы мен жан сұлулығы болатыны мәлім. Тән сұлулығы көп жағдайларда жанның, мінездің сұлулығымен бағаланады. Сондықтан да дана халқымыз жаны сұлудың тәні сұлу деп бекер айтпаған. Екеуінің адам бойынан үйлесімділік табуы денінің саулығынан, жақсы мінезінен талап етіледі. Адам өзінің әртүрлі сезімдерін басқара алуы, шыдамдылық танытуы, ақылмен шешуі тиіс. Жүрегінің жылуы, көңілінің сәулесі бар адам әр уақытта өмірдің жарық жағын қалайды. Өзін де, өзгені де шуаққа бөлеп күнше жылытады. Міне, сұлулық деген сол. Бүгінгі сабағымыздан әсемдік талпыныста рухани адамгершілік алған білімімізді жүректерімізге сақтап қояйық. Сабақ аяқталды. Қош, сау болыңдар балалар.